Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге дәл осындай құрамында жұмыртқа қоспайтын керемет болып көтерілетін жұп-жұмсақ булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қолжетімді ғана заттардан жасалынады. Осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, 250 мг сүтімізді құямыз, және де жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Бір ас қасық қантымызды салып, және 5 мг дрожжымызды салып, 40 мг сұйық майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болған кезде сары майымызды ертіп салып, майымыз сіңгенше жақсылап тұрып, июі қандырып тұрып, илеп алатын боламыз. Дәл осындай қамыр болып шығады. Бетін жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілгеннен соң қамырымызды ыдысымыздан толықтай босатамыз, және де қолымыздың көмегімізбен осылай ұзынша етіп, сосын әртүрлі бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын бөліп болғаннан соң, дәл осылай қолымыздың көмегімен домалақтап шығамыз. Барлығын домалақтап болдық. Енді бетін салфан немесе шашықпен жауып, дәл осылай 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң кішкене көтеріледі. Енді бір-біреуден алып, оқтаудың көмегімен доп-домалақ етіп жайып аламыз. Домалақ етіп жайып болғаннан соң, шет жақтарын қалың етіп жаймаңыздар. Жұқалау ет жая берсеңіздер, өте жақсы болып шығады. Енді кезекте пышақпен кесім жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай 4-5 рет кесіп шықсаңыздар болады, және де ұзына бойы бір кесесіздер де вареный сгущенкаларыңызды саласыздар. Начинкаларыңызды өзіңіз қалауыңызша сала берсеңіздер болады. Вареный сгущенканың ағып кетпейтін осында ең қою түрін қолдансаңыздар, өте керемет болып шығады. Және де дәл видеодағыдай осылай 3 бұрышты етіп ораймыз, және де противеньге орналастыратын боламыз. Противеньді мен майладым, асты жабысқан жоқ. Егер пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Дәл осылай жаңағыдай 4-5 кесім жасап шығамыз да, шеткі жағын пышақтың көмегімен ұзынша етіп кесеміз. Кескеннен соң үстіне вареный сгущенкамызды жарты шай қасықтай салып, дәл осыны орайтын боламыз. 2 вареный сгущенка салынған жерлерін осылай қолыңызбен басып шығыңыздар, ағып кетпеу үшін, және де дәл осылай 3 бұрышты етіп орайтын боламыз. Барлығын противеньге орналастырып болғаннан соң, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз 15 минуттан соң көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, барлығына жағып шығамыз. Дәл осы кезде пешімізді 180 градуста қыздырып алатын боламыз. 180 градуста қызған пешімізде 25-30 минутта пісіп қалады. Дәл осындай керемет булочка болып шығады. Тестасы өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.